Жаудыр, мен жұмысқа кеттім. Аяқ астынан шақырып алды. Ойбай, екі кештің ортасында қандай жұмыс ол? Өлі рахат екен сендердікі, я? Дереу болса жұмыс деп шыға келеді екенсіңдер. Сонда мен отырам азаннан кешке дейін тағы да бала қарап, үй жинап, тамақ істеп, түк көрмеген жуңгіле болдық қой. Мен отырмын үйде шашым майланып, ештеңе білмей. Мен ерігіп жүрмін ба? Отбасын бағамдап азаннан кешке дейін жұмыс істеп жүрмін ғой. Білем ғой, қойшы сенің жұмысың қандай екен. Отырасың, рахат, кофе ішіп, шай ішіп, ахаха, ехехе деп. Рахат, білем, қойшы жұмысыңды айта бермей маған. Ой, болды. Жарайды. Онда екеуміз ауысайық. Сен менің орныма жұмысқа бар, ал мен үйде қаламын. Үйдің түрлігін жасап. Келістік па? Келістік, иә. Келеді менің қолымнан істейміз ал. Ой, не кетті. Алло. Не? Не істеп жатсың? Ойнап жүрмін, ойнап. Қашан келесің? Ішім пысып кетті. Не қыл дейсің енді маған ішің пысса? Ерігіп жүрмай, мен саған жұмыс істеп жүрмін. Давай. Я, қазір апара жатырмын. Не? Не істеп жатсың? Не, ойнап жүрмін, ойнап жүрмін. Ойнап жатсың ба? Онда маған келерде шайға тәтті-пәтті алып келші. Мен соның бәрін мен апару керекпін ба? Мен жұмыс істеп жүрген кезде сені қалған нәрсенді алып келетін едім ғой. Сондықтан маған шайға тәтті-пәтті алып кел. Боп те, миымды ашта бермеш, жұмыстан кейін апарам. Ой. Не қыл дей береді, не? Алло. Жаудыр әпке, мына шапандардың арасында гүл шапан, жәннат шапандарды қоссаңызшы, көрсін да клиенттер. Болды, басеке қосам ғой, қазір енді қосайын деп жатырмын, саған емес. Не? Не істеп жатсың? Ойнап жатыр! Қалай екен? Руслан, қарым ашып кетті менің, не тамақ істеп қойдың? Қайдағы тамақ? Мен тамақ жасай алмаймын ғой. Енді мен не жеймін? Сен келерде суши пицца алып келсей, екеуміз махаббат болып, қақ ортасынан бөліп жеп алайық. Содан кейін рахаттанып отырамыз. Енді сол жаққа барам ба мен? Құрыс не? Әркім өздерін білген дұрыс қой. Үйде рахаттанып отырғаным жақсы екен ғой менің.